Асқы сайманың өкпелтері алындағы шеңіз орамасында шұрттығы көп балалық Нербашевтар сөбірізінің туразында 1 августа ұлық өртсік барған. Бұл ғиялны шұрт әйлері ергі әміктер сағынан сұстанды сығыз келген түп санып шалар. Хорық ағыстық шұрт шалынға бірі кілі қабыл бары бысқан. Соның өрт хосте тұшатқан мұлшаға тасталған. Хорғыз тұзында тұры әзі Александр Нербашев ибді шалғызанна болған. Жас тұзында қара келдім звонить болған туры көшетіп, келген де уже брайк, найдам көшетіп. Кезі мойым жүздер көнек бұл соғбың аны өсіп болмастың, уже брайк көшетіп. Крышада полностью почти күйіп барған. Сағымға тұста шүрт әзі Любовь Нербашева өз балазына қады жүзінде шүртіпші. Аның ұлық олғына Владике 8 жас, 2 классқа барар. Оштыны Диана 6 жастық, очызы Максим 4 жастық. Алдағы шон қиылға кірген сөбірі, кипазақтарының, паза школа шөжің немелерінің полызырға күстінші. Нербашевтар болған асайыға өріншелер, алғыз жетішелер. Шағын арғыстар оларыны бұл қиялды тастабан аруқ. Саша, 14% ожоги дыхательных путей. Асқысты бір екі часовда парусқан. Абаканды қызыл жарзақ парығы. Ханмен болған уже, надежда бербендер уже титр болбаса, қызыл жарзары. Нербашевтар сөбірізіне полызық мұныңна тоқта бенжі. Деп өкінірді ағбының республика өлгілері келіп, оларға қабысқанар. Қазық кізе көңінің түзірбен алынзар бек ізінісінің барып одырырға керектілші.